Tengimiz tügünde Kuvvet gözün tabamız Жерді бәріміз қорғауға күшімізді саламыз Біз жеңімпаз жеткіншекте қара батыл бол балақай 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 иң ғана Kopal Bereken köş Balakay 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 Жеңімпаз жеткіншектер Оның күші найзағай батып балақай сияқты күшті. Ал енді мен сендерді керемет печеньелерді жеуге мәжбүрлеймін. О, жоқ, Адуду. Оқ жеуге болатын кезде неге печене жейсің? Барлығын өрте құрылғы. Демек барлығын несіне азастырайсың екенсің ғой. Осыдан кейін батыл балақай енді ешқашан біріге алмайды және ол естеліктерін мәңгілікке жоғалтады. Оу, шын ба? Сонда естеліктерін қаншалықты жоғалтады деп ойлайсың? Мәңгілікке дегенді қалай түсінбейсің? Ей, бұдан қалай аман қалдың? Қойын сары. Ей, не істеп жатырсың? Қойын сарының айналуы. Не болып жатыр? Вау, бұл сондай керемет. Құрылғы, бірдеңе істе, құрылғы. Ай, басым ауырып кетті. Не? Сәлем. Сен бұл печеньені әлі жеп көрмедің, не? Дәмін та, Ханнаның печенье шабуылы. Тоқта, жоқ. Бастық мырза. Шегін құрылғы. Ха, қойымнан қашып құтылмайсың. Қойымды. Ей, тоқта, оны әлі қума, біз бірігуіміз керек. Қане? Бірігу? Ха, неге мен сендермен бірігуім керек? Бізге бірігу керек. Әйтпесе біз қайтадан естеліктерімізді жоғалтамыз. Ха, күлкілі. Неге мен екі жеңілгендермен қайта бірігуім керек? Ха, ақымақсың ба? Тек мойында, етеуінде менің күш қуатынды қалайсыңдар, е? Неге біз сенің күшіңді қалауымыз керек? Өйткені етеуінде әлсізсіңдер. Әлсіз? Найзағай батыл балақайы. Кімнің әлсіз екенін көрейік. Ей, тынышталыңдар. Ойнағын келеді ме? Ұстап көр. Найзағай жүзі. Қойын қалқаны. Шайқасуды тоқтатыңдар. Не болып жатыр өзі? Менде ештеңе түсіне алар емеспін, ол тым жылдам. Мынаны қабылда. Түпте емес. Найзағай. Ауырған болар. Найзағай жылдамдығы. Найзағай жүзі шабуылы. Қойын шары шабуылы. Аяқтайтын уақыт келді. Қойын, қорғысы, күші. Енді жер күші. Істе, ол қазір менде бар да. Ақыр ұстаудың ау.
Ақыма, жібер мені. Қойында бұрғылау. Тез Очевод, қазір істе. Bölümden şeşüşe şabuğula. Бұл не тағы? Bir sümke ravşan gülü. Ахахаха, сенгісіз. Саша! Ақыры, олар 3 жыл ажырасқаннан кейін қайта қосылды. Бұл жоспардың жұмыс жасайтынын қайдан білдіңдер? Aha, олар bir-birine şayqasız жатқанда маған осы ой келді. Ол бақылауды жоғалтты, себебі бұл печенье оны тұмбақ кетті. Аха, менде бір ой бар. Ой ма, бізге тезірек айт. Біз оны қайыртуымыз керек. Сол себепті біз оған раушан сөмкесі бөлімін көрсеттік. Біз оны қайырттық, сол себепті ол қауіпті жағдайға оралды. Керемет Очевод, барлық мәселе шешілді. Әлі біткен жоқ қой, достарым. Мен үшін не істей аласыңдар? Ха-ха-ха, күшті. Қымбатты құрылға, өзіңді жақсы сезініп тұрсың ба? Әлі де сәлі ауыр тұрғандай, бастық мырза. Саған бірдене болды ма? Қане қарайын, қай жерін ауырды? Сізге не болған, бастық мырза? Қане, мен сені жақпамаймен тыныштандырайын. Дәмін та, қананың печенье шабуылы. Жоқ, тоқта! Бастық мырза! Оу, жоқ, батыл балақай бастық мырзаны қананың печесімен тойдырды. Жоқ! Ой, бейшарай. Ой, бейшара бастық мырза. Ей, сен не істеп жатырсың? Сізге қамқорлық жасаудамын. Сіздің қызуыңыз бар екен. Тоқта, неге маған қамқорлық жасайсың? Менде бәрі жақсы. Ой, сіз әлсіз бастық мырза. Сізге көп демалу керек. Құрылғы дұрыс айтады, шебер. Хананың печенесіне қосылған қоспаның жаңа мәселелері тым жағымсыз. Бос сөз, менің демалуға уақытым жоқ. Мен батыл балақайды қалай жеңу керектігін табуым керек. Дәл солай. Ол өте күшті, әрі өте керемет. Жоқ, ақымақ. Бастық мырза? Жеткілікті. Біз сәл қазір батыл балақайды қалай жеңу керектігіне назар аударуымыз керек. Ойланып көрейін. 5 сағат ойланғаннан кейін. Менде бір ой бар, бастық мырза. Неге генералға телефон соғып, одан қолдау сұрамаймыз? Не? Дым білмейтін ақымақ. Сен мұны сыртқа жария еткің келеді ме? Дұрыс, генералға хабарлайтын болсақ, бүкіл ата-тата тига ғаламшарында дүрбелең болады. Біз оларға жердегі какао туралы білдіртпеуіміз керек. Егер білсе, жерге барлық келімсек жетіп келеді. Оу, сіз барлық какаоны өзін сенімденгіңіз келеді, иә? Әлбетте. Керемет, бастық мырза, керемет. Бұл ақымақтық. Мен жердегі барлық какаоны жинағаннан соң, мен ата-тата тига ғаламшарының батыры боламын. Барлығыдан маған табынып, менің жетістіктерімді мадақтайды. Мұны мағынасы жоқ, бастық мырза. Неге мағынасы жоқ екен? Өйткені сіз әлі батыл балақайды жеңген жоқсыз. Батыл балақай. Егер осы бала болмағанда, мен қазірге дейін бай әрі атақты болатын едім. Иә, әрине. Сонымен, біз батыл балақайды қалай жеңеміз? Ол да күшейіп келеді. Бізге жаңа пулар қажет сияқты. Багого қару сатушысымен хабарлассақ қалай болады? Багого? Иә, дұрыс. Маған бұл ой ұнады. Оны мен дереу хабарлас. Иә, шебер. Багого заңсыз қару-жарақ жеткізу қызметі. Біткен жерін осы, батыл балақай. Көле бересің бе, әлде менен бірдеңе сатып аласың ба?
Мен сізден бойым сатып алғым келеді. Осында келе аласыз ба? Әрине, мәселе емес. Компьютер, телепортациялық құралды дайында. Иә, шебер. Технология. Багого 30 секундтан кейін келеді. Багого осында келгеннен кейін, менде өзім қалаған кез келген қару жарақ болады. Оны мен батып алғайдың шаруасы бітеді. Бастық мырза, сақ болу керек бастық мырза. Мен бұл Багоко деген жігітті өте сыпайы деген қауесеттерді естідім. Ха, тек қауесет. Бұл рас бастық мырза. Ол шынымен де өз клиенттерімен алдаумен танымал. Қос сырлы 200 қылыш деп бекер айтпаған ғой. О, бұл қауіпті. Абайламасам мен барлық ақшам айырылып қаламын. Дәл солай. Сол себепті ол келгеннен бастап біз сергек болуымыз керек. Әрқашан да оны бақылап отыруымыз керек. Есімде сақтаймын. Багогоның келуіне 3, 2, 1, 0. Қалайсың, құрметті мырзам? Бұл жерде менде ғана жақсы емес. Багогода бәрі де жақсы. Құрылғы дұрыс айтқан сияқты. Ол айлакерге ұқсайды. Мұнаны сатып алайықшы бастық мырза. Алайықшы, әйтпесе өкінеміз. Әй, мына ақымақ, тіпті өз сөзінде орындамайды. Мырза, амансыз ба мырза? Тұрыңыз бастық мырза. Мына қарды қараңызшы. Бұл сондай керемет. Кәні керемет, әкел бері. Жарайды. Бірақ, бәрі қымбат секілді. Уайымдамаңыз мырза. Бізде жыл соңында сатылым бар мырза. Ылықай, сатылым. Қанша пайызда жеңілдік? Багого жыл соңында сатылым жеңілдігі 3%. Не? Бұл азған таяқ. Оу, бұл өте арзан мырза. Өткен жыл небәрі бір ғана пайыз болған. Қане, бастық мырза? Бұл өте арзан ғой. Арзан? Бұл қымбат. Қане, мырза, бағаны ойламай тұрыңыз. Алдымен бір зат таңдап алыңыз, одан кейін бар келсе береміз ғой. Оу, бұл тамаша көрінеді. Иә, мырза, тамаша таңдау. Бұл X5000 плазмалық зембірегі. Уау, сондай керемет! X5000 плазмалық зембірек 2,5 жылына дейін атуға қабілетті және бір оқта 2 ғаламшарды жоя алады. Мұны қайдан ала аламын деп ойлайсыз? О, күшті. Сонымен сіз нені атасыз, мырза? Шебер. Оған ешқашан батылбол хәжіне какау туралы айтпаңыз. Егер сөз тарап кетсе, басқа өзге ғаламшарлықтар да келеді. Е, дұрыс. Мен ғарыштық тиіндерді атып жатырмын. О, бұл керемет мырза. Менің тапсырыс берушім бар еді. Ол бұл зембіректі ғарыштық тиіндерді аулау үшін сатып алды. Ол олардың бүкіл колониясын жойып жіберді. Ол сіздің барлық мәселеңізді шешеді. Мен сатып алғым келеді. Біз бірден сатып аламыз. Дана шешім мырза. Бұл роботты қайдан сатып алдыңыз? Ол өте ақылды екен. Зембіректің құны қанша? Құны. Меніңше сатылымдағы бағасы... Сіз бақытты келімсек екенсіз. Сіздің де басыңыз 4 бұрыш емес пе, е? Бізде тек сіз сияқты 4 бұрыш басты жалғыз келімсектерге арналған баға бар. Жеңілдігіміз 2%. Бұл жақсы екен бастық мырза. 3 қосу 2, 5. Бұл өте арзан бастық мырза. Сіздің роботыңыздікі дұрыс. Атыңыз кім болды? Құрылғы мырза. Жақсы құрылғы. Бұл бағалар сөзсіз. Жеңілдік бағасы өте арзан. Небәрі 50 миллион 50 цент. 50 миллион 50 цент? 50 цент оны есеңгіретіп жіберсе керек. Бұдан да төмен түсе аламыз ба? Әрине. Сіз оған сен аласыз. Жарайды, қазір істеңдер. Найзағай батылбала қайы. Ха-ха, қойым, батылбала қайы. Жер, көрсілі. Ештеңе болған жоқ. Қиранды батылбала қайы. Мен неге сенде секілді өзгере алмаймын? Ей, бәлкім сен әдемі емес шығарсың. Ей, мен білем.
Өткенді еске алсақ, жарқыл батыбалақайы найзағай батыбалақайына өзгерді. Өйткені ол тым ашулы болды. Ал жел құйынға өзгерді. Өйткені ол тым бақытты болды. Дұрыс айтасың, бұның барлығы сезімдерді қамтыған. Бәлкім, жер батылбалақайы сезіну керек. Ауырсынуды сезіну керек шығар. Бірақ мен ауырсынуды сезімдер санамаймын. Қалай ойлайсың? Бірдеңе сезіп тұрсың ба? Саған не болды? Қатты ауырып кетті ғой. Ей, ашуланба. Мен жай көмектескім келді. Бәлкім саған қызғану сезімі керек шығар. Найзағай батыбалақай сондай күшті. Құйын батыбалақай сондай таңғажайып. Тіпті оның ұшатын скейтборды бар. Ал сенде не бар? Ештеңе. Ей, сен мұнаюдың орнына қызғануың керек. Енді мен қайдан білейін? Мен тек мұнайып тұрмын. Ей, Копал, бәрі жақсы ма? Голливуд биіне не болды? Ол шоу бітті, Токаба. Қайталай алмайсың ба? Ей, неге үшке бөлініп алғансыңдар? Мен күшімді жаңа туды тапқым келеді, Ток. Оның екеуінде де бар. Сен мұны ертеңді жасай аласың. Неге сөмкелеріңді жинамайсың? Сөмке, қайда бара жатырсың? Ей, қайда болушы еді? Үйіне барады. Мектеп демалысы аяқталуда. Үйіне бара ма? Тоқта, Бакуго қайда? Ол үйіне қайтып кетті, бастық мырза. Неге? Біз ештеңе сатып алмадық қой. Неге біз ғарыш кеменің сыртындамыз? Мен ғарыш кемемізді сатып жердім, бастық мырза. Біздің ғарыш кемемізді неге сатып жердің? Өйткені қару-жарақ алмаймыз ба, бастық мырза? Компьютер, менің шын аяғымды әкел. Мен оны қорлығыға лақтырамын. Кешіріңіз, қожайын, біз тіпті сізді шын аяғыңызды саттық. Басым-ай, бұның бәрі өзі қалай болды? Негізі бұлай. Жақсы емес пе, мырза? Неге өз бастығыңызды қуантпайсыз? Бұл оған ұнайды. Оның үстіне оның денсаулығын ойлаңыз. Науқас адамдармен ешқашан мұндай ауыр істермен айналысуға болмайды. Дұрыс айтасыз. Мынау қанша теңге? Бұл арзан, мырза. Бар болғаны 20 миллион 20 цент. Мынау ше? Ей, тынышталыңыз, мырза. Бағаны әлі сұрамаңыз. Мен сізге түсіндіре кетейін. Вау, тамаша! Бұл X3400 лазер сәулесінің соңғы шығарылымы. Бұрын ол ақ болатын. Соншалықты жаман емес. Бірақ қазір ол қара болып өзгерді. Таңғажайып. Менің балам бір реттен мені қателесіп атып жерді. Сол кезде мен 2 жыл бойы ауруханада жаттым. Бұл қатты ауырды. Қанша тұрады? Көп емес. Арамыздағы достық үшін 10 миллион 10 цент. Менде оған жетпейді. Шын ба? Жарайды, мырза. Егер сіз шынымен де осыған қол жеткізгіңіз келсе, және біз дос болғандықтан менің бір ұсынысым бар. Сол үшін мен ғарыш кемесін саттым. Сондықтан мен Бакугодан қару сатып алдым. Ақылдылық, ғарыш кемесін қаншаға саттың? Және оған қандай қару сатып алдың? Бұл ғарыш кемесі қайда? Бұл жерде емес. Қиын болмақ. Сіздің ғарыш кемеңіз түкке тұрғысыз сияқты, мырза. Қайта қарап көріңіз. Қоқыс ғарыш кемесі. Мінекей, табылды. Дәл өзі. Бағасы $20 20 цент. $20 20 цент қана ма? Ойындамаңыз, бастық мырза, ең бастысы бізде қару бар. Қандай қару? Электрлік шөмішпен сізге ешқашан пеш қажет болмайды. Жай ғана араластырыңыз, піскенше көтіңіз, сосын жеңіз. Оңай емес пе? Өнімді шығындарды өтіру үшін де қолдануға болады. Бізге электрлік шөміш неге керек? Кеспе жасап жейін деп бедің. Ол кірішті пісіреді, бастық мырза. Сен менің ғарыш кемемді электрлік шөміш алушын ғана саттың ба? Бірақ бұл бар емес, бастық мырза. Сіз осы электрлік шөміштің сатып алушысы болғандықтан менің сізге ерекше сыйлығым бар. Не? Сыйлық па? Күшті! Міне, Мухалу көз жойғыш робот. Керемет, солай емес пе? Мәселе мынада, оны іске қосу үшін менде қуат қалмады. Сол үшін оны сізге тегін беремін. Сондай-ақ, маған жаңа қару-жарақтарым үшін сақтау орны қажет. Менің қоймам толып қалды.
Рахмет. Бастық мырзаға бұл ұнайтын шығар. Қайда? Ол робот қайда? Ана жерде. А? Жалғасы бар. It doesn't matter if the skies are gray. Come on, everybody, let's go out anyway. We'll take on anything that comes our way. Take my hand, we're going on an adventure. We'll sure enjoy it so